Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% жас жеткіншектердің арнаулы есепшотына аударылады. Бұл туралы мемлекет кеңесшісі Ерлан Қарын телеграм арнасында хабарлады. Бүгін мемлекет басшысы өте маңызды заңға қол қойды. Бұл ұлттық қордан балаларға арналған қаражатты есептеу, төлеу және пайдалану мәселелері туралы құжат. Осылайша президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлау алдындағы бағдарламасында көрсетілген негізгі бастаманың бірі ұлттық қор балаларға атты жобаны жүзеге асырудың заңнамалық негізі қалыптасты. Енді келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% жас жеткіншектердің арнаулы есепшотына аударылады, деп жазды ол. Мемлекет кеңесшісінің айтуынша, балалар кәмелет жасына толған соң бұл қаражатты тұрғын үй сатып алуға немесе білім алуға жұмсайды. Президент осы заңға халқымыздың саны 20 миллионға жеткен күні қол қойды. Мұның символдық мәні бар деуге болады, дейді Ерлан Қарын. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.